Түрген асы жайлауындағы шатқалдардың бірінде үлкен ер кісінің жоғалып кеткені белгілі болды. Қарындасы да шамамен Қайманға кеткенін айтып берді. Көп жағдайда хабарласқан адамдарда, көмек сұрағандарда үрей қорқыныш болады, жылайды. Басынан зардап шеккен, және де қабырғасы сынған. Ростов жедел құтқарушы бөлімі Байшанова. Сәлеметсіз бе? Маған құтқарушылар керек еді. Бұл жедел құтқару қызметі ма? Я, айта беріңіз. Қандай жағдай? Менің ағам жасы 57-лерде тауға кетіп еді, Түрген тауларына. Кешеден бері жоқ, келмей жатыр. Бір күннен асып кетті. Соңғы рет қашан сөйлесіп едіңіз? Кеше сөйлескенбіз, бүгін хабар жоқ. Жақсы, құтқарушылар қазір міндетті түрде шығатын болады. Уайымдамаңыз, хабарласамыз қазір. Маусым айы республикалық жедел құтқару жасағының кезекші бөліміне әдеттегідей қоңырау шалынады. Хабар берген әйел адам із-түзсіз кеткен ағасының орнитолог екенін айтады. Құстарды зерттейтін маман облыс аумағында жоғалғанмен іздеуге алматылық құтқарушылар шығады. Түрген асы жайлауындағы шатқалдардың бірінде үлкен ер кісінің жоғалып кеткені белгілі болды. Сол арқылы біз бет алдық. Оқиға орнына барып, төменнен әйел кісіні кездестірдік, оның қарындасы болады. Қарындасынан сұрап едік, біздерге айтты, кеше күндіз кеткен, содан жоқ, таба алмадық деп. Алматыдан Түргенге дейін 1,5 сағаттай уақыт кетті. Оқиға болған орынға жеткенге дейін. Бір емес бірнеше жаңағы қашарлар дейді ғой, қашарларға бардық бірінші, одан кейін екінші қашарға барып, екінші қашарда шабандарды кездестіріп, солардан сұрадық. Қай маңда, қай жерде көрдік, сол жерде көрген кісілер бар екен, солардың айтуы бойынша біз алыстан сол шатқалға қарай бет алдық. Сестра встретила, показала дорогу. Қарындасы да шамамен Қайманға кеткенін айтып берді. Жол ұзақ болды. Тікен-тікеннің ағаштың арасымен тауға қарай көтерілдік. Орнитологты іздеуге 4 құтқарушы болып шықтық. Тауға шығу оңай болған жоқ. Зембілді көтеріп, қорыстың арасымен жүру ауыр әрине. Екінші сарайдан ары тағы 1,5-2 сағаттай жол жүрдік. Уже дальше мы уже начали выдвинулись, группа выдвинулась в составе 4 человек. Хабар ошарсыз кеткен орнитолог үлкен шатқалдың басынан биік жартастардың астынан табылады. Құтқарушылардың дауысын естіген азаматтың қуанышында шек жоқ. Жоғалған адамды іздеп табу істің бергі жағы ғана. Ендігі міндет оны шұғыл түрде медициналық мекемеге жеткізу еді. Құтқарушылар жарақат алған адамды зембілге жатқызып, 2 шақырымнан астам жер жаяу көтеріп түседі. Басынан зардап шеккен, және де қабырғасы сынған, аяғы сынған екен. Қолы да сынықты. Сөзге келді, бірақ әлсіздік болып тұрды офисте. Өздігінен қозғалмайды. Обезвоживание дейді, шөлдеп, қатты шөлдеген екен, су беріп, одан соң алғашқы көмек көрсетіп, ол кісіні носилкаға салып, төмен қарай бет алдық. Сусыз, еш нәр татпаған. Сондықтан оған аз мөлшерден су беріп, төмен қарай түсірдік. Бізде сумкамызда арнайы 1 күндік суточный сухпайок дейді, сол жүреді. Оның ішіне консервмен балық, тушенка, құм шекер, және де су, тағы да шоколад, сіріңке, өз қажетті заттардың бәрі жүреді сумкамызда арнайы. По его словам... Өзінің айтуы бойынша сол құлаған жерінде 1 тәулік жатқан. Түнде жабайы аңдардың дауысын естідім дейді. Мүмкін бұл галлюцинация шығар. Бірақ ол кісі түнде қасқырлар келді деп айтты. Қолындағы сіріңкемен оны қорқытыпты.
Биік тау болғандықтан ол жерде телефон ұстамайды, сондықтан ешкімге хабарласа алмаған. Не мог дозвониться ни до кого. Менің функцияларым звонок келеді, қоңырау шалған кезде қоңырауды қабылдау, толық мәлімет алу, хабарласқан адамдардан барлық мәліметтерді жинап, қандай қай жерде жағдай болғанын. Одан кейін құтқарушыларға хабарлаймын, барлық координацияларын барлығын жазып аламын да, соларға берем. Байланысты үзбейміз, әбден жұмысты бітіріп, базаға қайтып келгенше байланыста боламыз. Рация арқылы, телефон арқылы. Бұл кісінің айтуы бойынша ат көлігімен жүрген, ат көлігі қойып жаңағы таудың үстіне шыққанда сол жерден құлаған. Үстінде жеңіл киім, енді былай айтқанда плащы бар, плащ, анандай ОЗК дейді ғой. Жаңағы жанындағы серігі болған кісі атты ұстап тұрған, ол кісі ары кете берген ғой. Анау қалған жерінде қалған. Ана кісі зерттеп, арғы ұяны, бергі ұяны тексеріп жүре берсе керек шамасы. Биік шыңға шығып, соны жаңа ұясы дейді ғой, ұясын тексеріп жатқанда аяғы артқа тайып, содан құлағаннан шамамен бір 20-30 метрге сырғанаған. Ол табылмапты, айғайлаған. Ана кісі құлаған кезде, басында құлаған кезде дауысы да өкпесімен, арқасымен ұрылғандықтан, өкпеден қатты жаңағыдай соққы алған кезде адам дауыс шықпай қалады. Дауыс шықпай қалып, анау айғайлаған, бірақ оны естімеген екен жанындағы. Жауап қайтарамаған. Сөйтіп, сол жерде қалып қалған екен. Жаңа өздерінің специально сондай арнайы орындары бар екен, құс асырайтын. Сол жерге барып, хабарды беріп, біздерді жедел құтқару жасақтарын шақырып, біздерді шақырып алып солай. 1, 2, 3, тастаймыз. Хоп! Көп жағдайда хабарласқан адамдарда, көмек сұрағандарда үрей қорқыныш болады, жылайды. Эмоциялық күйлері паника болады ең біріншіден, асығу, үрей, және де сол үрейдің арқасында кейбір кезде тез сөйлеген кезде түсінбей қаласың. Жаловался на боль. Біраз жасқа келіп қалған адам ғой, басы, арқасы, аяқтарының ауырып жатқанын айтып шағымданды. Бізге бір аяғы ісіп кеткендей көрінді. Содан резин кетігін шешіп тастадық. Сөйтсек, шынында да аяғы қатты ісіп кетіпті. Была большая опухоль. Психологиялық, эмоциялық көңіл күйі, былай айтқанда өз-өзімді ұстайым деген көңіл күй болды. Ол кісіде берілмеуге тырысты. Жаңағы кісіні носилкаға салып, төмен қаратай түсіріп, медиктарға көрсетіп, медиктар өздерінің көмектерін көрсетіп, содан соң біздің көлікпен, автокөлікпен больницаға, емханаға дейін жеткіздік. Құздан құлаған орнитологқа Есік қаласының ауруханасында толыққанды медициналық ем көрсетілді. Жарақаттары жазылып, туған туыстарына қайта оралды. Егер құтқарушылар тауып алып ауруханаға жеткізбегенде, тірі қалуы екі талай еді. Шақырулар түскен кезде мен құтқарушылармен бірге барам. Себебі зардап шегуші бір жерлерін жарақаттап алды ма, немесе құлағанда аяқ қолы сынып қалуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар болады. Сол кезде көмек көрсетуге барам. Калдырымдағы жалпы уақытқа максимальный көңіл бөлеміз. Таңертең келеміз, инструмент бәрін қабылдаймыз, развод болады. Сосын бастап тренировка істейміз. Түске дейін, обедтен кейін сабақ оқимыз. Тауға шыққан кезде, сол кезде оның бәрі керек болады. УЗИЛдар, қалай страховать ету керек бір-бірлерді, қалай түсіру керек. Тау қателікті кешірмейді, күтпеген жерден аспанды бұлт торлап, бұршақ немесе қар жауып кетеді. Аңдамай басқан бірақ қадамыңыз өзіңіздің немесе қасыңыздағы жақындарыңыздың денсаулығына, тіпті өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан тауға шығар алдында қарапайым қауіпсіздік ережелерін естен шығармаған жөн.